Саламатсыздар ма? Бүгін мен сізге STEM лабораториясындағы Ван де Граф генераторының жұмыс істеу принципін көрсететін боламын. Ван де Граф генераторы бұл жоғары кернеулі электростатикалық генератор. Оның жұмысы қозғалмалы диэлектрлік аспапты электрлеуге негізделген. Оның негізгі қызметі жоғары кернеу тудыру. Бастапқыда оны ядролық зерттеулерде зарядтауға бөлшектерді үдету үшін қолданған. Жұмыс істеу принципі ең алдымен тоқ көзіне қосатын боламыз, ол генераторды айналдыратын болады. Генератор айналғанда бұл лента он зарядты куполға қарата көтеретін болады, ал бұл жердегі темір щеткалар зарядтарды жоятын болады, электрондарды жоятын болады. Сол кезде 10 зарядтар бұл жерде бізде тоқ түзейтін болады. Енді есеп шығарсақ, бізге ең алдымен оның диаметрін өлшеу керек болады. Диаметрі 90 сантиметр. Есепте бізге радиусы керек. Радиусы диаметрдің жартысына тең, яғни 45 сантиметр. Қыбыржыға келтіргенде оны 0,45 метр деп аламыз. Және сыйымдылығын есептейік. Зарядын есептейік. Сыйымдылығының формуласы 4π и бізде радиусы. Яғни 4π 3-ке тең және тұрақты шама 8,85 көбейтілген 10-12 дәрежесі көбейтілген 0,45. Жуықтап алғанда 50 көбейтілген 10-12 дәрежесі шығады. Енді зарядты өлшеу үшін осы сыйымдылығын біз қуатқа көбейтетін боламыз. Қуатымыз 10 вольт, яғни 50 көбейтілген 10-12 көбейтеміз 10-ға, 5 көбейтілген 10-10 дәрежесі шығады. Атыла келе, Ван де Граф генераторы ядролық зерттеулерде зарядталған бөлшектерді үдету үшін қолданғанын түсіндік.